Жаңа кезең басталғалы тұр. Сүйінші, Руслан Өтепбай ел естімеген қуанышты жаңалығын бөлісті. Танымал журналист Руслан Өтепбай желідегі парақшасында қуанышты жаңалығын бөлісті. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Ағайын, осы уақытқа дейін бар жанымды салып, басымды бәйгеге тігіп, от пен су кешіп, титтей болса да қазаққа пайдам тисін деп ел араладым. Қарашаның құқығын қорғау жолында өз қаражатыммен жұмыс істедім. Енді журналистикадағы жолымда жаңа кезең басталғалы тұр. Принципім де, миссиям да өзгермейді. Алда командам мен авторлық жобада әлеуметтік мәселелерді телеарна деңгейінде көтереміз. Бізге сәттілік тілеп, әр сенбі жексенбі күндері анықтаймыз Руслан Өтепбаймен бағдарламасын көріп, қолдау білдірсеңіздер болғаны, деп жазды Руслан Өтепбай. Қадірлі көрермендер, Руслан Өтепбайдың бұл жазбасынан оның журналистикаға шын берілгенін аңғаруға болады. Басымды бәйгеге тігіп, от пен су кештім деуі жай сөз емес, белгілі бір тәуекел мен күресті білдіреді. Әсіресе әлеуметтік мәселелерді көтеру әр журналистің қолынан келе бермейді. Ондай тақырыптар әрдайым ыңғайлы бола бермейді. Бірақ қоғамға керек дүние екені анық. Егер жаңа жобасында да қарапайым халықтың мұң-мұқтажын ашық айтып, нақты мәселелерді қозғайтын болса, бұл көрермен үшін үлкен қолдау болмақ. Әрине, алда жаңа кезең басталса, жауапкершілік те артады. Көрерменнің сенімі ең үлкен баға. Айтылған уәде орындалып, бағдарлама расымен де ел ішіндегі өзекті мәселелерді көтерсе, халық өзі-ақ қолдайды. Бастысы принциптен айнымай, шынайылықты сақтау. Қазір қоғамға айқай емес, нақты дәлел мен әділ сөз керек. Сондықтан жаңа жобасына сәттілік тілеп, нәтижесін эфирден көрейік.